Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен. Бүгін бізде iPhone 7 iCloud ашу керек. Имя и дата рождения. Қай жердесің? Яғни мына настройға кіреміз. Вход iPhone, нет Apple ID, сәді Apple ID. Жаңа бешқұрда салонында да. Ашып көрсек деп жатырмыз. Қазір аты жөнін жазған соң жалғастырамын. Мінекей аты жөні, дата рождения деген сияқты туған күн бәрін жазып шығамыз. Далені басамыз. Нет адрес электронный почта деген таңдаймыз. Получить email в iCloud. Өзіміздің iCloud'ымызды осы жерге ойластырып жазамыз енді. Қай жер жолған? Қай жерден берейін телефон тамыр? Камилла деген Кәусар бұлақтан Қатын көпірге сағат 6-ға. Нұрбақыт ЗЗЗ деп көрейікші екен. Далее. Бос екен, создать email. Енді жерге пароль жаз дейді. Парольді бүйтеміз, жерден шығып кетеміз. Заметкіге кіреміз. Қаламға басамыз. Пароль жазып шығамыз. Мысалға Сары ағаш 2025 деп ашсақ та болады. Скопировать дейміз, готово папка. Басамыз да. Обязательно басамыз, ставить етеміз. Ставить етеміз. Далені басамыз. Енді біз бұл парольді қоймаймыз әрине. Өзіміздің парольді қазір қойып болған соң жалғастырамыз. Парольімізді жаздық өзіміздің. Телефон номер жазамыз қазір. Номер жаздық мінекей. Далені басамыз. Номерға код келу керек. Ошибка болмаса болды ғой. Ошибка болып қалса болмайды. Ол бұл номер қазір код бар керек бізге айтпақшы. Сол кодты сұрап алайық, сосын жібереміз. Мінекей код келді, біз жаздық. Ол не жер өтіп кетті бізде. Біреулер өтпей жатыр дейді. Қалай өтпей жатқан? Сет қуама, связь қуама. Бетінде пин-код болса телефонның, сол пин-кодты сұрайды, сол пин-кодты тереміз. Камерасынан. Аша береме, братан, бір жарым теңгесі болмады. Ау. Мамадан ба? Интернеттің істеуіне де байланысты, интернетіміз дұрыс істемей қалса, істемей қалады. Бетіндегі пароль жазамыз қазір. Телефон бетіне қойылатын пароль болды. Соны жазып шығасыздар. Объединить дей саламыз. Ішінде кәдімгі керекті деректеріңіз ол басатын данные дейміз, оның данныйларын көшірілуі, біріктіру деген сияқты. Мінекей бізде ашылды. Енді iCloud'ты контент покупка деген істеу керек. Соны істеу керек енді. Қазір оны жалғастырамыз. Клиенттер шалып жатыр. Мінекей бізде контент покупки дейді, выключен деп тұр. Осыны басамыз да дальше деген таңдаймыз. Енді осы қазіргі ашқан iCloud'ты App Store'ға дұрыстап, соған App Store'ға қолдану деген сияқты не ғой. Неге қосылды. Енді қазір біз былай істейміз, былай шығып кетеміз. Қазір мен заметкада парольді қайтадан көшіріп алам. App Store'ға кіреміз. Жалғастырамыз сосын. Неге App Store'ға кіреміз де. App Store'дың ішкі баптауларын, яғни настройкасын ретке келтіреміз. Күтеміз, жерде интернет бізде сәл кішкене ойнап тұр. iTunes деген басамыз, жерде лупаға басамыз. Search Games деген жерге жазамыз да. Мысалға Каспи.
әр қазақтың қолданатын приложениесі Каспи деп ойлаймын. Кішкентай баладан бастап үлкен шалғайдың бар, бұл ақсақалғайдың, 7 жастан 70 жасқайдың. Мінекей. Ал бізді апдейтті қап. Жарайды, апдейтті баспаймыз да, біз Каспи Pay, Каспи Raw дегенде get деп таңдаймыз. Апдейт деген ол обновление жасау керек. Қазір обновление басатын болсақ, бұл бұрынғы осы iPhone-да алдын болған iCloud-тың паролін сұрап қалуы мүмкін. Сондықтан біз оны білмейміз. Сондықтан біз мына жерде установить деген таңдаймыз. Бұл жерде заметкіден көшіріп алған парольді ставить етеміз, войти деген таңдаймыз. Готово, және күтеміз. Енді бұл жерден review деген таңдаймыз. Егер орыс тілінде тұрған болса, орыс тілінде шығатын болса, просмотреть. Клиенттер шалғытып жатыр. Қосылған соң жалғастырам, Қазақстан деп шығу керек. Клиенттер шалғытып қалып жатыр. Мінекей, Қазақстан деп шат жағынан кейін. Біз оны қосамыз жасылға. Осы жерде Қазақстан сіздерде, мысалға бір орыс тілінде болып тұрса, апсторларыңыз. Орыс тілінде Россия болып болатын болса, орыс тілінде болады. Сол Россияға кейбір приложенияларда былайша айтқанда приложенияларда апстор жүктетпей қойған. Сондықтан Қазақстан деген қойып қоямыз да, ағылшын тілінде тұрады сол кезде бізде ол. Енді басқа орыс тілінде сөйлейтін басқа мемлекеттің қойса да болатын шығар бәлкім. Белоруссия деген сияқты ма санкция салынбай жатқан. Сонда орыс тілінде тұрады, апсторыңыз және жүктейтін затыңызды жүктеп ала бересіз. Ең дұрысы Қазақстанда тұрған дұрыс, ағылшын тілінде болғанда оны қатты түсінбей қалатын ешкім жоқ шығар деп ойлаймын. Стрит көшеге біз Абай деп жазамыз. Абай келес. City Сарыағаш. Сарыағаш. Регионға оңтүстік Қазақстан. Пошта кодқа, пошта индекс. Кез келген сан жаза саласыз. Бірден 6-ға дейін болған сан. Номерге де кез келген сан жаза саламыз. Готово дейміз. Next деген таңдаймыз. Бұл 2025-тегі iPhone 7-ге iCloud ашылуы. Continuous деген таңдаймыз. Енді get таңдаймыз қайтадан. Басамыз да. Установить. Парольді мына жерге таңдап тұрамыз. Ставить. Войти. Олар мінекей. 15 минут деп сұрау керек ол бізден қазір. Record after 15 минут. 15 минуттан кейін парольді қайта сұрау дегені. Жаңылыс болсам егер. Енді бізге Каспи Raw, яғни Каспи Pay бізге керек емес. Каспи Raw деген енді әзілді ол айтып отқанымыз. Неге басамыз атымен get деген таңдаймыз. Инстаграмда. Тағы да осылай установить. Және ол бізден қазір save деген сұрау керек міне. Save. Егер 7, 8, есе 20 болатын болса, отпечатка сұрау болуы мүмкін. Жерден X-ті баса саламыз. Бізге керегіміз ол қазір. Яғни сіздерде настройканың ішінде Touch ID код пароль деген бар. Осы жерде сізде отпечатка қойылған болса, олар қосылып тұрады, білесіздер. Отпечатка істемейді екен енді. Егер отпечатка істейтін болса, iTunes Store, App Store дегенді өшіріп қоясың, қалғандар қосылып тұра береді. Ол тура сол сияқты iPhone номерлері дәл сондай. Сондықтан осылай қолдансақ болады. Мінекей біз сіздермен бірге iCloud аштық, App Store'ымыз істеп тұр, барлығын жүктеп ала бересіз. Егер де обновление сұрақ қойған болса, бұған ескі iCloud сұрайтын болса, қазір көрейікші, ескі iCloud сұраймын. Ескі iCloud сұрайтын болса, мұнда Каспи осында кез келген приложениен міне бізде Петя 2001 бұл бізде жоқ. Сондықтан біз бұны Каспиде жаңартқымыз келетін болса, Каспидің үстіне басып тұрамыз да. Удалить деген таңдап толықтай өшіріп тастаймыз да, App Store'дан қайтадан жаңадан тартамыз. Сол кезде ол біздің iCloud'ына тартылады. Және ол біздің Петяның паролін сұрамайды. Петяға давай до свидания дейміз. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.